Менің сүйікті жарыммен отасқаныма биыл 25 жыл толды. Гүлсара екеуміз 10-шы сыныпты оқып жүргенде танысқан едік. Біз ол кезде Қостанай облысы Жангелдин ауданының орталығы Торғай қаласында тұратынбыз. Жылда көктемде спорт түрлерінен өтетін аудандық олимпиадаға ауылдан оқушылар келетін. Олимпиадаға келген ауылдықтарды көріп қайтайық деп бір топ бала стадионға бардық. Бара сала ауылға ауданды жеңу жоқ, ауылға қайтыңдар деп ұрандаттық. Топ баланың ішінен ұлға ұқсайтын бір қара қыз шықты да, боқмұрындар, сендерге не жоқ, өздеріңе қарап алыңдар деп айқай салды. Намыстанып мен де шықтым алдыға. Сол-ақ екен, әлгі қыз жақындап келді де иығымнан қолымен итеріп қалды. Осы уақытқа дейін ұлдар итеріп көрмеген мен ашуланып кетіп әлгі қыздың өзін итеріп кеп жібердім. Сол кезде балалар араша түсіп екеумізді екі жаққа алып кетті. Біз бір-бірімізге тістеніп кеттік. Үйге келіп ашуым басылған соң неге екені белгісіз сол бұзық қыз жайлы ойлай бердім. Аты кім, қай ауылдан келген, қандай спорт түрінен деген сұрақтар мазалай бастады. Ақыры үйден көп отыра алмай кешкілік балалармен интернаттың жанына бардық. Бірі кіріп, бірі шыққан көп баланың ішінен ол қызды кездестіре алмадым. Келесі күні жарыс басталысымен сол бір қызды іздеумен болдым. Волейболшы қыздардың ойыны басталғанда таптым-ау әйтеуір. Албарбөгет ауылынан келген 10-шы сыныптың оқушысы Гүлсара деген қыз екен. Қимылы ширақ, топты мүлт жібермейді екен. Ойынына сүйсініп қарап, іштей командаларына болысып отырдым. Ойын аяқталғанда жеңістерімен құттықтау үшін Гүлсараның жанына еріксіз жетіп бардым. Сол кезде оның маған қадаған отты көздерінен сескеніп, суы мұздай өзеннің ортасында тұрғандай күй кешкенім әлі есімде. Бірақ шегінбедім. Кешегі қылығым үшін кешірім сұрауға келгенімді айтып таныстым. Сырт көзге суық көрінгенмен мінезі ашық, жайдары қыз екен. Тез тіл табысып, достасып кеттік. Мен бір сәтке де оның жанынан алыстағым келмеді. 5 күндік жарыста киноға, би кешіне бірге барып, бір-бірімізге бауыр басып қалдық. Кейінгі уақытта апта сайын хат жазысып, каникулда, мейрамдарда кездесіп жүрдік. Мектеп бітірген соң екеуміз бірге Арқалық қаласына оқуға тапсырдық. Гүлсара медициналық, мен политехникалық училищеге түсіп, студенттік өмірдің қызықты шақтарын бірге өткіздік. Екеуміздің арамызда басқалардағыдай қызғану, ұрсу дегендер болмайтын. Керісінше бір-бірімізге деген сеніміміз кіршіксіз еді. Бір-бірімізге үйренісіп қалғанымыз соншалық жазғы демалыста қимай қоштастық. Демалыстың 2-ші айында Гүлсара үйге телефон соғып, Торғайда тұратын ағасының үйіне қыдырып келетінін айтты. Жүрегім жарылардай қуанып, кештің болуын асыға күттім. Екеуміз телефонмен сөйлесіп, орталық көшедегі фонтанның жанында кездесуге келістік. Уақыт ертерек болса да асығып орталық көшеге жеттім. Келсем, Гүлсараның жан құрбысы Асылгүл солғылдап жылап тұр. Гүлсараны өз ауылының жігіті еркінен тыс алып қашып кетті дейді. Көз алдым тұманданып, үйге қарай жүгірдім. Ағамның мотоциклін мініп алып, досым екеуміз Албарбөгетке тарттық. Қуғыншылармен қатарласып мен де үйге кірдім. Шымылдықтың арғы жағында отырғызып қойған сүйіктім мені көрді де ағасы мен жеңгесіне қарап, бұл үйде қалмаймын, мені алып кетіңдер деп жылай берді. Алғаш рет бойымды қорқыныш пен үрей биледі. Келесі күні-ақ ешкімге айтпастан Гүлсараны алып қаштым. Анам ұрсып, ағаларым айғайлап жүріп, бір аптадан соң тойымызды жасап берді. Міне біз 18 жаста махаббатпен үйленіп, бірге жасасып келе жатқан, бүгінде 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп отырған бақытты жандармыз. Махаббат бар, оған сеніңіздер. Құрметті тыңдарман, сізге де осындай кіршіксіз махаббат тілеймін. Әңгіме ұнаса тіркеліп лайк басыңыз.